Құрметті әлеуметтік желі көрермендері, Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің музейі өзінің экспонаттар туралы келесі айдар жалғастырады. Бүгінгі сіздің назарларыңызға ұсынғалы отырған экспонатымыз фото-снайпер деп аталады. Бұл экспонатты біздің музейге Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің жедел криминалистикалық басқармасы бастығының орынбасары Қазбек Мұхамедияров тапсырған болатын. Фото-снайпер Теректі ауданының криминалист қызметкерлері жұмыс бабында 2000 жылдары пайдаланған. Бұған ішкі істер органдарының ардагері полиция полковнигі Талғат Хасанович Рахметов пен оның қасындағы қызметтестерінің бірге түскен фотосуреті дәлел бола алады. Бұл снайпер Ресей Федерациясының Зверев атындағы оптика, космос, әскери қорғаныс құрылғылары өндірісімен айналысатын Красногор механикалық заводында 1981-1990 жылдардың арасында қашықтықтан суретке түсіру мақсатында шығарылған екен. Ал жалпы тұтыну товарларынан фотоаппараттар, әсіресе Зорки, Зенит, Москва модельдері көптеп шығарылған. Тайр объективі сериясының кеңес үкіметі кезіндегі толықтай өздері жасап шығарған алғашқы фотоснайпер қорғанысы кешені мақсатында FET фотоаппаратынан бейімделген. 1937 жылдан шығарыла бастаған. Кейін өзгере келе жалпы қолданысқа 1952 жылы FS2 индексімен шығарылыпты. Фотоснайпер темір қорапқа салынған, барлық құрылғы бөліктері бекітіледі. 3 бөлімнен тұрады. Фотоаппарат Зенит 12C, ұзын фокусты объективті Тайр 3C, тұтқасы, ішке қосу механизмі және иық тіректері бар. Фотоснайпер 12 немесе фотомылтық халық арасында алғашқы рет әйгілі «Каникулы Простоквашино» мультфильмі арқылы танылды. А давайте я вас на память из фоторужья щелкну. Не надо! Мультфильм кейіпкері Шариктің қолында осы FS2 фотомылтығы болатын. Кто ж знал, что ружье настоящее? Өз уақытында полиция қызметкерлерінің ең қажетті құрылғыларының бірі болған, қазір ұрпақ үшін өткеннің жаршысы болып, фотоснайпер құрылғысы бүгінгі күні музейдегі экспонаттар арасынан өзінің орнын тапты.